Достар, біз қазір жылқыларға чип салып жатырмыз, вакцина салып жатырмыз. Қараңыздаршы, алайғыр қалай аласұр осы жынданып тұр, иә? Бірақ жылқының бір ерекше қасиеті бар. Өзінен мықты адамға немесе бір шын мықтыға келген кезде жылқы бір жуасып қалады. Мысалға қазір аларсып тұрған алайғырды қараңыздар. Әбден тығырыққа тірелгенін білгенде, қолынан ештеңе келмейтінін сезген кезде моп-момақан болып, бір сондай бір ақылды бола қалады. Қазір көрсетемін сіздерге. Міне, мал шаруашылығымен айналысудың өзінің бір ауырлығы бар. Бұларға чип салу, вакцина салу, таңба салу, GPS орнату, осының барлығы мінекей осындай маңдайтер еңбекпен келеді. Сіздер жылқыға қай уақытта чип саласыздар, қай уақытта вакцина саласыздар, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздерші ойларыңызды. Біз үшін ол өте маңызды. Мына видеоны жылқы шаруашылығымен айналысатын, мал шаруашылығымен айналысатын таныстарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Қазір біз алайғырдың кезегін күтеміз. Достар, мінекей, жаңағы биелердің бәрі шығып кетті, міне. Алайғыр қақпанға түсті, мінекей. Енді қолынан ештеңе келмейтінін білгеннен кейін, міне, моп-момақан болды да қалды. Сол үшін қазақ айтады, жылқыға мінген кезде, сәйгүлікті тақымдаған кезде қорықпа, қорыққаныңды білдірме дейді. Сол кезде жуасиды жылқы дейді. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Қалай тынышталып қалды?